Сәлем достар, бүгін сіздермен манная крупадан дайындалатын өте оңай, Түркияда кең танымал халва рецептісімен бөлісемін. Ол үшін 4 қасық сары май, 2 стакан сүт, 2 стакан қант, 2 стакан манная крупа қажет. Алдымен ыдысқа сүтімізді құйып, қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сары майымызды отқа қойып, ертіп аламыз. Содан соң манная крупаны қосып, қасықпен араластырып тұрып, шамамен 4 минуттай уақыт қуырамыз. Содан соң үстіне қантымыз бен сүтімізді қосып, тағы да қасықпен араластырып тұрып, қоюланғанға дейін пісіреміз. Отымызды сөндіреміз. Сөнген соң 1 сағат уақыттай күтеміз. Өз-өзіне келіп бұғуы қажет халва. Мінекей дайын халвамыз 1 сағаттан соң жеуге дайын. Ыстық күйінде қалауыңыз бойынша балмұздақпен жесеңіз болады. Суып қалса, міндетті түрде ысытып алыңыздар. Бұл халва ыстық күйінде желінеді. Баршаңызға ас болсын.